1 стакандағы суға біз 1 қасық тұз саламыз. Тұзын саламыз. Араластырып жібер. Міне тұзды суы. Енді осы тұзды суға біз қазір нені саламыз? Жұмыртқаны саламыз. Ал, қане салып көрейік.
Ал мында үшіні де суға батпайды. Өйткені тұз неше қас тұз салдық біз оған? 3 қас тұз салдық, иә? Көрдің бе? Онда тұздың сыйымдылығы көп болғасын жұмыртқа батпайды екен. Жақсы, біз сонымен не дәлел жасадық біз, Сәмина?